Үш әріптің адамдарынан қорықпай, алаңға барып желтоқсан көтерілісінің мына шынайы кадрларының кімнің түсіргенін білесіз бе? Рубикжан Яхин. Осы кісі желтоқсандағы бұл бейне кадрларды жанкештілікпен таспалап алған. Бұл кадрларды түсіру, оны сақтау оңай болған жоқ. Өзіндік тарихы бар. Ол кезде Рубикжан Яхин қазақ телевизиясында жаңалықтар бөлімінің бас режиссері еді. 17 желтоқсан күні алаңға жиналған жастарды 5-ші қабаттан көріп тұрған телеарна басшысының орынбасары Сағат Ашимбаев телефон соғып, керек болады, түсіріп алшы деп Рубикжан ағаға тапсырма береді. Сосын ол кісі операторсыз өзі камераны алып, алаңға барып, тез-тез осы кадрларды түсіріпті. Сөйтіп тұрғанда комитет адамдары ұстап алып, телевидениеге алып келіп, не түсіргенін көрсетуін талап еткен. Рубикжан комитет адамдарының дайындай бер деп кабинеттен шығып кеткенін пайдаланып, пленканы аппаратқа салып, айналдырып жіберіп, жартысын кесіп алып тығып қояды. КГБ қызметкерлері мұны сезіп тергеуге алғанмен бар түсірген дүнием осы деп мойындамайды. Сөйтіп пленканы ертесі Сағат Ашимбаевқа өткізеді. О кісі спорт комментаторы Рабат Жанебековке тығып қоюды тапсырады. Рабат аға ешкімге көрсетпей бақшасын апарып жерге көміп тастайды. Комитет адамдары қанша қысса да ешкім бұл туралы жақ ашпай қойған екен. Кейін Сағат аға пленканы алдырып, жары Шәрбану Бейсеноваға аманаттайды. Ұқыптылықпен сақталған дүние ақыры елге паш етілді. Сол видеолар арқасында алаңға шыққан жастар ешқандай бұзақы, маскүнем, нашақор емес екендігі дәлелленді. Талай жас ақталды. Өкініштісі оқиғаны түсіріп алған Рубикжан Яхиннің еңбегі еш бағаланбады. 2014 жылы ауыр науқастан атақ дәрежесіз 59 жасында қайтыс болды. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.